Мен ішім пысып кетті ше мына жерде. Сол ғой, менің де ішім пысып кетті. Ой балалар, сендер осында жүр екенсіңдер ғой, мен сендерді таппай жүрсем. Не болды ағай? Қазір біз туысқандармен келісіп отыра, барлығымыз туысқандарымызбен тауға шығатын болдық. Ура, тауға шығамыз. Мә, күшті жаңалық қой мынау. Как раз ішіміз пысып тұрған. Сендер сондықтан да сөмкелеріне керек заттарыңды салып алып, яғни қалың киімдеріңді салып алыңдар, себебі ол жақта салқын болып қалуы мүмкін. Аха, бірақ та қашан барамыз тауға? Қазір балалар мектептен келгеннен кейін, себебі олар соз барсақ, олар ренжиді ғой сосын. Жарайды. Тез сөмкелеріңді дайындандар. Мә, күшті болды ғой. Соны айтам. Той бір ана Динара болмаса, тура қазір баратын едік қой. Соны айтам. Мә, балалар, мен сендерді бір жаз бойы көруіме, сендерді қатты сағынып кеттім ғой. Апай, бізді сізді сағынып кеттік. Жандарымыз ол. Сондықтан да бүгін бірінші сабағымызды бірден сабақтан бастамай-ақ қояйық. Сендердің көңіл-күйлеріңді түсіріп. Апай, күшті шешім секілді. Мүмкін одан да бір ойын ойнайық, немесе өздерін отырып демалып, немесе жазғы каникулдарын қалай өткендерін жайлы сөйлесейік. Апай, одан да каникулымыз қалай өткенін жайлы сөйлесейікші. Жақсы онда. Айтпақшы, қазір Айлин келу керек еді, және бізге жаңадан оқушы келеді. Солар келгеннен кейін бастаймыз. Апай, жаңадан оқушы келе ма? Қыз ба, ұл ма? Ол енді қыз қаладан келген, сондықтан да кішкене сендерден ұялуы мүмкін, және де біз оны ортамызға қосып қарсы алайық. Жақсы, апай. Ой, Айлин, келіп қалғансың ба? Қалайсың, Айлин, мен сені қатты сағынып кеттім ғой. Мен де сені қатты сағынып кеттім. Мен бәрімді сағынып кеттім. Айтпақшы, жаңадан оқушы әлі келмеді ме? Қазір кіреді. Динара, кіре бер. Саламатсыз ба? Сәлеметсің бе? Қараңдар, балалар, бұл бізде Динара, жасы 13-те, енді ол бізбен бірге бір сыныпта оқитын болады. Мен деген Алматы қаласынан келдім, және де мен өте қатты қобалжып тұрмын. Ештеңе қобалжыма, өзіңді үйінде сияқты сезіне бер. Сосын бірге подружка болып кетеміз. Жақсы. Неге бәрі сонша тесіліп, қарап тұр. Ұялып тұрмын ше. Ендеше Динара екеуі ана партаға отыра беріңдер. Ал балалар, жазғы демалыстарын қалай өтті? Не болды, ұялып қалдың ба? Мынау бәрі маған тесіліп қарап тұрды да, соған ұялып кеттім ше. Байымдама, бұл класста бізде қыздар көбірек, сондықтан да ұялудың қажеті жоқ. Жарайды, тез сабақ бітіп, асханаға барайықшы. Сабақ бітті ғой, ана қызбен танысуға барайық та. Жақсы, жүр кеттік. Сәлем, Динара. Ойбай. Сәлем. Сен деген Алматыдан келдің, мен Алматыдан келдім. Айтпақшы, бізде мұны тура қасында тұрған бір олды көріп тұрсың ба? Солда қаладан келген, өзінше ешкімді менсінбейді олды. Сен солай бізді менсінбей кетпейсің ба? Жоқ, мен осы ауылда уже тұрып жатқаныма почти бір ай болып қалған шығар. Мен ауылға үйренісіп кеттім.
Жақсы. Онда ендеше мүмкін төртеуміз бірге асханаға барармыз? Иә, давайте асханаға барайықшы, менің қарным қатты ашып кетті. Ой, сен вечно қарның ашып жүреді екен, әлі өзгермепсің сен. Иә, жүріңдер кеттік. Мектептерің күшті екен, маған ұнап жатыр. Ал біздің мектепте барлығы басқаша. Яғни ешкіммен жүрмейді, барлығы өз істерімен жүреді. Енді барлығы телефонда немесе дос болсақ та бөлініп, солай болады бізде. Сендердің мектептерінде мен вообще оқып көрмеппін. Маған осы ауыл ұнайды. Негізі біз қалаға көшейін деп ойлағанбыз, бірақ та осы ауылдан мен кеткім келмей қалды. Мен де сосын қалаға кетемін негізі. Иә, мен Динараның қалаға кеткенін қаламаймын. Динара, сен өте жақсы қыз екенсің ше. Мен сені қаладан келгенмін деп мен сенбейді деп ойлағанмын. Болды ше. Сенің сыныптастарың өте күлкілі екен. Иә, жүр кеттік. Сіздер неге барларыңыз жиналып алғансыздар? Динара, тауға шығамыз. Шынымен тауға шығамыз ба? Иә, тауға шығамыз барлық туысқандарымызбен. Ал қалғандары ше? Қалғандары, вообще, басқа машинамен барады ғой. Күшті ғой тауға барса. Тез бөлмелеріне барып, сөмкелеріне қалың киімдеріңді, заттарын салып алыңдар. Әйтпесе сендерсіз кетіп қаламыз. Кетші бар. Жүр кеттік. Біз болдық киініп. Мадиан айтпақшы. Мама қайда, мама мен папа? Олар басқа машинамен кетеді. Неге біз онда олар машинасымен бара салмадық? Просто сыймаймыз дейді, сол үшін олар басқа машинамен кетті. Мамам, сағынып кеттім жұтты. Мамаға сағынып кеттің ба? Иә, мен көрмегеніме 1-2 күн болды ғой уже. Жарайды, жүріңдер кеттік машинаға. Дем ғой. Еще қар, я. Сол ғой, жүрші тез бас жағына шығып көрейік. Айтпақшы, білесің ба, бұл тауда аю болуы мүмкін. Қойшы, сенбеймін ондайға. Қазақстандағы тауларда қандай аю? Енді болуы мүмкін ғой. Қойшы, мен сенбеймін. Оны қасымызға Мадиарды алып алайықшы, мен просто қорқамын. Қорықпа, жүр кеттік, екеуміз үстіне шығайық. Сөмкелерімізді аяққа тастап кеттік. Не үшін? Енді аяқта көп туысқандарымыз бар ғой, олар қарай тұрады. Жүр кеттік. Мен шашып кеттім, может, астына түсе береміз. Қойшы, шыға берейік, жүр кеттік. Мен қорқамын, аю шынымен болсашы. Сен бағана сенбеймін дедің ғой. Жүр. Қараш, мына жақтан вид деген әдемі көрініп тұр ғой. Қайсы? Астадан біздің туысқандарымыз көрініп тұр ғой. Кішкентай құмырсқа болып тұр, Мен аяғым талып кеттім, мына жаққа отырып демалып отырайықшы. Иә, мен сені тауға вообще шығып көрмеппін. Қалай тауға шығып көрмегенсің? Мына жақ салқын екен, мен кішкене қалыңдау киім алу керек еді. Мен қалың киім алдым. Уже кеш болып кетіпті. Жүр астына түсекші, мен қорқып жатырмын, мүмкін аюшымен болып қалсашы. Сен сенбеймін дедің ғой бағана. Бұл ненің даусы? Бұл аюдың даусы емес па? Өтінемін түсекші, мен қатты қорқып жатырмын. Мүмкін астыда болсашы аю. Не бар еді осы жаққа шығып? Біз енді қазір жеп қояды ол. Сен шындысың ба, жоқ сен басын істей ма? Бері келсем. Қуат кішкене осы. Шошып кеттім ғой, мен шын аю деп ойлап қалдым.
Негізі өзім де білгем сол екен. Қойшы, сен қатты қорқып кеттің ғой. Жоқ, Мадияр екен білгем негізі. Жарайды, болды, түсші, мен тезек жарайды, болды, тезек астына түсеші, мен де қорқып жатырмын. Мама! Не болды? Сізді сағынып кеттім ғой. Мен де сені сағынып кеттім ғой. Не болды, не үшін шығып жүрсіңдер тауға? Мадиярға айтыңызшы, бізді қорқытты. Енді мен просто прикол ұстағам ғой. Мадиярға мен айттым ғой, қорқыт деп. Мама! Жоқ, қалжың айтам. Таяқ жейсің неге барғанда. Қалайсыздар? Айтпақшы, папа қайда? Ол келмеді. Не үшін келмеді, бірақ та оны да сағынып кеттім. Үйде ма? Я, үйде. Қазір бәріміз бір кафеге кіріп тамақ ішіп болғаннан кейін үйге қайтамыз.